дінтанушы Шөптібай Байділдаұлымен жобасы аясындағы бүгінгі сұхбатымыз Торғай жерінің діни шамшырақтары жайлы болмақ. Киелі Торғай өлкесінде батырлар, даңқты қолбасшылар, ақын жазушылармен қатар діни шамшырақтарымыз да жетерлік. Ендеше осы орайдағы сізге қоятын алғашқы сауалымыз осы Қызбел ауылында дүниеге келген, өзінің өмір сүрген өңірінің ислам дінін насихаттаушылардың бірі Оспан Қожа әулие жайында айтып өтсеңіз. Рахмет. Біздің енді киелі Торғайда діни шамшырақтар өте көп болған. 54 мешіт махалла болды деп айтып жатады. Енді одан да көп болу керек. Менің түсінігімде таратушы адам біздің осы Торғай аймағына дін тарататын азамат беріңіздер, біз сол азаматты елге өзіміздің баламыз қылып асырап қамқорлық жасайық деп. Сонымен уәделесіп кетеді. Ол кісі кеткеннен кейін кейсе Сырдария тасып жатыр, тасталқан болып беріп алып, адам енді не істейміз деп аң-таң болады. Содан ана кісі айтыпты, аттарының басындағы шылбырды аттың құйрығына байландырды, ерден мықтап ұстап болды. Азынадан жаңағы Өтейден Оспан Қожа, Оспан Қожадан Әмірхан, Қапыш, Мұхаммед Уәли, әруақты адамдар. Осы Оспан Қожа бабамыз 28 жылдар қайтыс болыпты. Сонда айтады екен, Құдай-ай, бір жаман заман келе жатыр, соны көрсетпей ала көр деп қайта-қайта дұға қылып отырады дейді. Ақыр сол 28 жылы жаманшылықты конфискацияны көрмей сол кісі қайтыс болған. Сол Оспан Қожа бабамыз туралы бір-екі эпизод бар. Енді діндар адамдар ғой, керемет, Алланың сүйген құлы. Мен басына барып түнеген адаммын бұл кісінің. Жақсы, Оспан Қожа әулие осы табиғаттың тылсым сырларын алдын ала біліп, болжап, халықты сақтандырып отырған осындай көріпкелдігі, әулиелігі бар жан деседі. Жалпы өткенімізді зерделейтін болсақ, әлі де білетін дүниелеріміз өте көп. Енді барша қоғамына дінді насихаттауға арналған Сатыбалды Ишан туралы әулие жайлы. Енді Сатыбалды бабамыз біздің Әмеңгелді ауданы бүгінгі есеп бойынша Әмеңгелді жатыр дейді, жаңағы Ордалы жылан. Сосын Сатыбалды айтыпты, осы жерді маған берсең, мен осы жерді пайдаланамын. Не істейсің мұны, қалдымша жылан ғой десе, жоқ, оны өзім ретін келтіремін. Содан дұға оқып, бүкіл жыланды көшіріп, 3 күн дұға оқып көшірген дейді. Бүкіл жыланды көшіріп беріп, сол жерге мешіт салып, содан орталық Азиядағы үлкен мешіт болған, бүкіл діни жаңағы бас нелерді, жамшырақтарды шақырып, батасын алады. Содан біреу тұрып қарап тұрмай айтатын көрінеді, сіздің әулиелігіңізді білейікші, көрсетші бізге әулиелігіңізді десе, қысты күн екен, манағы мешіттің ашылған уақыты. Содан ол кісі неге баратын болады? Қажылыққа баратын болған кезде әйелінің аяғы ауыр екен, сонда қажылыққа барып, қажылықта жүріп, ана кісі хат жазыпты дейді. Егер ұл бала туса, Құран Қари Мұхаммед Файзолла деп қойыңдар деп, атын сөйлеп жазған дейді. Сол ана кісі неде жүргенде, Меккеде жүргенде Файзолла туған. Сосын Файзолла жаңағы атасының ықпалы бар, ағайынның ықпалы бар, діни оқуларды оқиды. Қаншама поэмалар жазған, қаншама өсиет өлеңдер жазған. Енді оның бәрін айта берсең, уақыт жетпейді, былай қарағанда. Керемет. Енді Аллаға шүкір, ұрпақтары қазір бұл жерде Сатыбалды Ишан жатыр, сол жерде. Мырза Ишан жатыр Әмеңгелдіде. Өте зор адам, ғұлама ғалым адам. Ұрпақтары бар ғой, шүкір, енді қазір жақсы, көп. Файзолла Сатыбалдыұлының осы діндарылығымен қатар ақындығында біз естен шығармаймыз. Ол кісінің өлең жинақтары артқа қалған өшпес мұрамыз. Енді кезекті сауалымыз Таласбай молда жайындағы әңгімеңізді тыңдасақ. Енді мен Таласбайды көрген адаммын, қарағым. Әкеммен құрдас. 1894 жылғы, әкем 93 жылғы. Мынау қазіргі Айсалар ауылында ол кісі тұрды, көзінің тірісінде көрдік. Таласбайдың әкесі Жүзбай қажы деген, Таласбай Ғалия медресесін бітіріп келген. Атасы да, әкесі де Ғалия медресесін бітірген. Ғалия деген ерекше құрметті медресе. Енді жоғарғы оқу орны деп айтсақ, артықшылығы жоқ, бүкіл недегі, осы мұсылман әлеміндегі, біздің совет үкіметіндегі. Ғалия медресесін бітіріп келіп, сол тұстанда жаңағы намазда тұрғанда, алдында жаңа намазды бастап тұрған адам қайта-қайта шатысып қала беріпті. Содан Таласбай ары қарай жалғап алып кеткен. Содан бас имам, ай қарағым, бұл жақта бұндай оқитын адам жоқ еді ғой. Сен кімсің деп сұрапты, мен Торғайдан келдім деп айтты.
Кімсің? Мен таласпайды, Жүзбай Қажының боласың. Ай, әкең атыңды дұрыс қойған екен, саған ешкім таласпайды, сенің арыңа керемет азамат екенсің сен. Құдай артық жаратқан адам екенсің деп. Мінекей таласпайдың жағдайы осындай болды. Осынау киелі өлкемізде кемел тұлғалар, ұлағатты жандар аз емес. Өзіңіздің осындай мағыналы әңгімелеріңіз арқылы әлде білеріміз көп. Сұхбатыңызға көптен көп рахмет.